Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі өтетін сабағымыз ақпаратты ұсыну бөлімінің 4-ші тақырыбы ақпаратты шифрлау. Бүгін үйренетініміз ақпаратты шифрлау. Енді ойланайық, ақпараттың қандай түрлерін білесің? Мәтіндік ақпарат дегеніміз не? Ақпараттар көбіне бізге мәтін түрінде беріледі. Мәтіндік ақпарат табиғи және формальды, яғни жасанды тілдер көмегімен жазбаша түрде ұсынылатын ақпарат. Мәтіндік ақпарат құрамына бас әріптер мен кіші әріптер, таңбалар мен тыныс белгілері, символдар кіреді. Енді ақпараттарды кодтау дегеніміз не? Ақпаратты сақтау, қабылдау, ұсыну және өңдеу әдістері іс жүзінде ақпараттың ұсынылу түріне байланысты болады. Ақпаратты белгілі бір алфавит арқылы ұсынуды кодтау деп атайды. Декодтау – кодталған ақпарат мазмұнын қалпына келтіру. Бір белгі тобынан екінші белгі тобына көшіру ережесін код деп атайды. Ақпаратты кодтау түрлерінің бірі Морзе алфавиті. Алдарыңызда көріп тұрғандарыңыздай, Морзе алфавиті шифр емес, код. Алфавиттің әрбір әрпі 0-ден 9-ға дейінгі сандар, сонымен қатар тыныс белгілері, қысқа және ұзақ дыбыстық сигналдармен алмастырылады. Бұл сигналдарды әдетте нүкте және сызықша деп атайды. А әрпі нүкте сызықша белгісімен, Б әрпі сызықша нүкте, 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 яғни сызықша 3 нүкте, тағы сол сияқты белгіленеді. Морзе алфавиті хабарламаларды жасыру үшін қолданылмайды. Ақпараттарды шифрлау дегеніміз не? Кейбір ақпараттарды арнайы құпия түрде ұсыну қажеттілігі туындайтын жағдайларда болады. Мұндай кезде ақпараттарды шифрлау әдісін ұсынамыз. Ақпаратты шифрлау дегеніміз құпия ақпараттарды бөгде адамдардың оқуына мүмкіндік бермеу. Әр адамның ақпараттарды өз қалауымен шифрлап жеткізуіне болады. Мәтіндерді шифрлау ерте кезден бастап қолданылған. Шифрлаудың түрлері де өте көп. Атап айтатын болсақ, таңбалар, суреттер, тағы сол сияқты ақпараттарды пароль ретінде жасырып шифрлауға болады. Шифрлау барысында ақпарат беруші мен қабылдаушыға ғана белгілі бір құпия әдіс қолданылады. Шифрлау ақпаратты құпиялау рұқсат етілген тұлғаларға қолжетімді және рұқсат етілмеген адамдардан құпия сақталатын ақпаратты түрлендірудің қайтымды түрі. Шифрдан шығару, яғни дешифрлау, шифрланған ақпаратты бастапқы қалпына келтіру, яғни бастапқы мәтінді алу процесі. Мәтіндік ақпараттарды шифрлаудың қандай түрлері бар? Мұндай шифрлаудың бірнеше түрі бар. Мысалы, алмастыру немесе Цезарь шифры сияқты. Алмастыру бұл шифрда алдын ала белгілі ережелер мен кілттерді пайдалана отырып, әріптер бір-бірімен алмастырылады. Мысалға, информатика сөзі форматикаин түрінде беріледі. Яғни, әріптердің орындары алмасады. Цезарь шифрын ең алғаш Юлий Цезарь қолданған. Сондықтан бұл шифр оның атымен аталады. Цезарь шифры мәтіндегі әр таңба одан алфавитте белгілі бір позицияда орналасқан басқа әріппен алмастырылатын шифр. Шифрлау қадамы алфавит бойынша солға немесе оңға қанша позицияға қозғалу керектігін көрсету үшін қолданылатын сан. Қадам ерікті түрде таңдалуы мүмкін. Қазіргі уақытта белгілі бір мәліметтердің құпиялылығын қамтамасыз етудің көптеген тәсілдері бар. Осы тәсілдерді зерттейтін ғылым криптография деп аталады. Бұл арнайы кілттердің көмегімен шифрланған деректер мен хабарламаларды жеткізу және қабылдау әдістері. Кілт хабарламаларды шифрлау, шифрдан шығару кезінде криптографиялық алгоритмде қолданылатын құпия ақпарат. Криптографияда екі кілт қолданылады, ашық және жабық кілт. Ашық кілт хабарламаны шифрлау үшін қолданылса, шифрланған мәтінді шифрдан шығару үшін жабық кілт пайдаланылады.
Қазіргі техниканың дамыған заманында барлық құжаттарды рәсімдеу электронды түрде жүргізіліп жатыр. Құжаттарды арнайы мекемелерге бармай-ақ үйде отырып рәсімдеуге болады. Ол үшін әрбір азаматта өзінің жеке электронды қолтаңбасы болуы шарт. Электронды қолтаңба арқылы түрлі анықтамалар, тұрғын үйге, балабақшаға кезекке қою, түрлі құжаттарға қол қоюды компьютердің көмегімен жүзеге асыруға болады. Электронды қолтаңба электронды цифрлы қолтаңба құралдарымен жасалған және электронды құжаттың дұрыстығын әрі мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электронды символдар жинағы. Құжатты шифрлаудың арнайы кілттері арқылы құжат мәтінін өзгерту. Міне қызық. Лоренц атты неміс криптомашинасы Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ең құпия хабарламаларды шифрлау үшін қолданылған. Мінекей оқушылар, ақпаратты шифрлау дегеніміз не екенін білдік. Енді келесі сұрақтарға жауап берейік. Ақпаратты шифрлау дегеніміз не? Ақпаратты шифрлау, ақпаратты құпиялау, рұқсат етілген тұлғаларға қолжетімді және рұқсат етілмеген адамдардан құпия сақталатын ақпаратты түрлендірудің қайтымды түрі. Мәтіндік ақпарат құрамына нелер кіреді? Мәтіндік ақпарат құрамына бас әріптер мен кіші әріптер, таңбалар мен тыныс белгілері, сонымен қатар символдар кіреді. Дешифрлау дегеніміз не? Дешифрлау, яғни шифрдан шығару, шифрланған ақпаратты бастапқы қалпына келтіру. Мәтіндерді шифрлаудың қандай тәсілдері бар? Мәтіндерді шифрлаудың бірнеше түрлері бар, мысалға алмастыру және Цезарь шифры. Келесі төмендегі кестені пайдаланып, өзің оқитын пәндердің атауларын шифрлайық. Мысалға, тарих пәні берілетін болса, мұндағы Т, мына кестеде осы Т әрпінің қиылысқан бағандар мен жолдардағы сандардан тұрады. Мысалға, Т әрпі 44, А әрпі 11. Мысалға, 1 мен 1-дің қиылысқан жерінде тұрған әріп. Одан кейін Р әрпі 4, 2, яғни 42. И әрпі 2 және 5, яғни 25. Х әрпі 5 және 2, яғни 52. Енді келесі қазақ тілі пәнін шифрлап көрейік. Мысалға, Қ 3 және 1 сандарының қиылысқан жерінде тұр, сондықтан да 31. А 11, З 24, А 11, Қ 31, Т 44, Ә 63, Л 32, Ә 63. Неке оқушылар? Міне оқушылар, сіздерге әріпті төмендегі кесте бойынша шифрлау түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі математика пәнін шифрлау. Алдарыңызда көрсетіліп тұр және информатика. Өздеріңіз осы пәндерді шифрлап кестеден қарап жазып көріңіздер. Мінекей оқушылар, бүгінгі сабағымыз бойынша ақпаратты шифрлау сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, төменде берілген сілтемедегі тапсырманы орындап жіберіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.